Ертегі д дыбысының мектептегі күні. Ертеде әріптер елінде д деген еңбекқор, ақылды дыбыс өмір сүріпті. Ол әрқашан білімге құштар, бәрін білгісі келеді екен. Бір күні д дыбысы ойланып, мен де балалар сияқты мектепке барғым келеді, деп қуанып жолға шығады. Мектепке келсе, оны алдынан ұстаз қарсы алады. Қош келдің, д дыбысы, біз бүгін сен туралы жаңа сөздер үйренеміз. Бәлкім сен өзіңді балаларға таныстырғың келетін шығар, деп сұрапты. Д дыбысы қуана келіседі. Сәлем достар, мен дауыссыз д дыбысымын. Қараңдаршы тақтаға, менің көркем жазылуым қандай әдемі. Және мен қандай әдемі сөздерде кездеседі екенмін. Кәні бірге талдап оқып көрейікші. Дала. Дала деген сөз 4 дыбыстан тұрады. 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Д дыбысы сөздің басында кездеседі, және дала деген сөзде 2 буын бар. Жарайсыңдар балалар. Келесі сөз дана. Дана деген сөз 4 дыбыстан тұрады. 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Қалай ойлайсыңдар балалар? Егер сөзде 2 дауысты дыбыс болса, сөз неше буыннан тұрады? Әрине, дұрыс. 2 буынды сөз. Жарайсыңдар балалар. Адам деген сөзде 4 дыбыс бар. 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Сонда д дыбысы сөздің қай бөлігінде тұр? Кім айтады екен? Таптыңдар ма достар? Д дыбысы сөздің ортасында тұр. Бұл сөз 2 буынды сөз. Келесі сөздің әдемісін қараңдаршы. Дос деген сөз 3 әріптен 3 дыбыстан тұрады. 1 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс бар. Д дыбысы бұл сөздің басында тұрады. Достар, көрдіңдер ма? Біз осы сөздер арқылы сендермен дос боламыз. Балалардың бәрі дауыстап қайталап, д дыбысын қуантты. Д дыбысы оған мәз болып, менсіз бұл сөздер әдемі болмай қалады екен ғой деп күліпті. Сабақ соңында балалар мен д дыбысы бірге домбырамен күй тартыпты. Достық әнін айтып, бәрі мәз мейрам болады. Содан бері д дыбысы мектептің ең сүйікті қонағына айналады. Балалар да д дыбысының дауыссыз дыбыс екенін естерінде жақсы сақтаған екен.